бірақ Майгүл ханым осы Global Gold Time компаниясының басқа компаниялардан қандай айырмашылығы бар? Сосын сілтеме деп айтып жатырмыз ғой. Жалпы сілтеме деген ол нені білдіреді? Көп адам түсінбейді сілтемесі. WhatsApp-тікі, Facebook-тікі бір сілтеме екен деп ойлайды. Жалпы оның мәнін тереңірек түсіндіріп берсеңіз, айырмашылығы бар. Иә, біріншіден басқа компаниялардан айырмашылығы бұның. Бұл дүниежүзілік түрік интернет-магазин интернет арқылы сатылатын болғаннан кейін товар. Өзіміз ешқашан алып жүріп товар сатпаймыз. Сізде бүкіл түрік интернет платформасы сіздікі, сізге екі түрлі сілтеме береді. Біреуі жаңа реклама жасағанға, екіншісі шопинг деп тұрады, жаңағы интернеттен зат алуға шақыратын сілтеме. Яғни біз елдерге сілтеме бергенмен қоса 20% жеңілдік береміз. Көрдіңіз бе? Олар үйден шықпай, мына телефонда отырып, өндіріс орнынан тікелей зат алады. Өндіріс орнынан түріктен шығып жатқан жерінен тікелей зат алады. Яғни біздің мынау рыноктағы, базардағы бағадан 3-4 есе арзан болады. Елдерді үйде отырып, шығып жатқан жерінен өндіріс орнынан зат алуды үйретсек, бізге жаңағы 10%-ын солардың бәрінің сатып алғаннан 10%-ын беріп отыр, көрдіңіз бе? Және жарнама жасаған үшін тағы 7 түрлі пайыз алып отырмыз. Табыс жолы бар. Және айтып отырмыз, үй, машина, не сыйлыққа беріп жатыр деп. Мен ғана емес, қазір мынау үлкен адамдардың өздері қазір жақсы табыс көзін көріп отыр. Бақыт апай, қош келдіңіз. Қанша жастасыз, профессияңыз, сосын қай уақытта келдіңіз, сосын Global Gold Time компаниясына и қаншалық қаржылық нәтижелерге дейін басқа материалдық мәселелерге жеттіңіз, ұстаныстарыңыз? Бұл енді мен қазір бір жасым, енді алда бір биыл 67 боламын. Енді балаларды жеткізу үшін әлде немере болады, шөбере болады деген сияқты соларға енді көмек керек қой. Енді зейнетті адам ешқайда жұмыс қылмайды. Сосын Алланың бір нәсібі шығар. Осы түрік интернет көркеміне бір енді мұны апайдың, біздің Майгүлдің арқасында келдім ғой. Біздер енді келгенде не бірінші қазақты жүреміз, бір сенеміз, бір сенбейміз дегендей сондай бір екі айда өтіп кетсе, байқасам жұрттан жақсы ақша тауып жатыр екен. Мен де сол бір ай дегенде кірістім. Сол Алла тағала енді сол неткен шығар, бір айдың ішінде алтын директор болдым. Қазір 1,5 миллион қолыма ақша айлығын алдым. Енді Алла бұйыртса 1000 маған сыйлық, 1000 евро сыйлық. Қалай деп отырмын, өте қуаныштымын. Осындай бір қазақтарға, осындай бір Алла тағаланың нәсіп еткені, түрік дүниежүзілік бүкіл бұл енді 100 жылда бір рет болатын бір жағдай деп ойлаймын. Өте қуаныштымын, осы жерде келіп, осы жерде. Демек енді өзіңіз сияқты үлкен кісілер талпынып жұмыс жасап жатыр жалпы да. Тем более енді жастар, мен ойлаймын, олардың қанша деген болашақ бар, келешек бар. Негізі жастар вообще орайды мылтық ұстап қалу керек. Мен түсініп отырмын, сіздер мысалы, мына кісі жаңағы мен келіп жатырмын деген араларыңызда Құдай қаласа. Демек, біз сіздерден де жақсырақ, жоғарырақ жұмыс жасауға тиістіміз, орайды елде пайда. Өйткені қазір базар бос, менің түсінгенімде да. Осы мүмкіндікті қысқа уақытта пайдаланып қою керек. Бізде мына жастар тез өсіп жатыр. Мысалы, Жансая деген ханым, қазір видеосын сізге жіберсем болады. Жансая деген ханым 4 баласымен отырып үйде. Жас балалар бар, 4 бала. Сонымен отырып, жаңа Инстаграм бар, Фейсбук бар, таргеті бар, статусқа қойылатыны бар жастардың да. Сонымен бірінші айдың өзінде 2 миллион теңге ақша тапты, 3 аптаның ішінде. Екінші айда уже міне 2,5 миллион теңге, үшінші айда міне уже машина сыйлығын алып 7,5 миллион теңге айлыққа жетіп отыр. Ол кісілер жастар тез өседі бізден қарағанда. Өйткені интернеттің мүмкіндіктерін олар жақсы біледі. Соны білмейді деген күннің өзінде мына кісінің өзі жаңа сол сілтемені жіберіп, просто так дейміз ғой, орысша айтқанда жай ғана отырып, осындай нәтижеге жетіп жатсыз да? Демек, жастар 10 есе деуге болады, қартын шынайы ниет етсе, дұрыс қой. Жалпы сіз айтасыз сенім, да?
сенің Қалтаңыздан ақша шықпайды. Шықпайды. Иә, үстіп отырып ақша тауып отыр адамдар. сондықтан мен бәріне де айтатыным, осы мүмкіндікті пайдаланып қалу керек. Алланың берген бір шапағат деймін, сыйы деймін. Осы жерден ғана жақсы табысты болып, мінекей бүкіл интернет бүкілінен 20% төмен бағамен бүкіл товарларды алуға болады. Енеге машинаға дейін сатылып жатыр ғой, алла бұйыртса. Енді қазір товарлар түсіп жатыр, жақсы, алатын адамдар көп. Сондықтан мен бәрін шақырамын. Жұмыс істеп, жақсы пайда табамын десе, үй аламын десе, машина аламын десе, осы жерде барлық мүмкіншілік бар. Сонан демалуға да тегін санаторияларға путевка беріледі. Сондықтан мен ойымша бұл жерде өте табысты болуға мүмкіншіліктер бар. Рахмет, Бақыт апай, сіз де келесі нәтижелеріңізге жете беріңіз, жаңағы қойған мақсаттарыңызға. Біздер де сіздермен бірге жете берейік. Енді әңгімені келесі сағаттарда бұйырса жалғастыратын болайық. Рахмет сіздерге.